Балам келіннің алтындарын ломбардқа өткізіп жібере береді. Қазақта егін өнбесе, қайғысы 1 жылдық, балам оңбаса, қайғысы ғұмырлық деген сөз бар. Сондықтан ата-ана ең бірінші бала тәрбиесінде маңызды кезеңді жіберіп алмау керек. Өйткені бала тәрбиесі отбасының ең құнды құндылығы. Бұл бұрыннан айтылып жүр. Түсінгенім, көбінесе бала тәрбиесін қалт жіберіп алғандар бұны жиі айтады екен. Балаларым кішкентай кезде жұмыс деп жүріп, енді есейгенде бала тәрбиесіне де уақыт пен көңіл бөлу керектігін ұғып отырмын. 4 балам бар. Тұңғышымды тым қатты еркелетіп бетінен қақпай өсірдік. Оның үстіне күйеуім де, мен де жұмыс басты боп, 1 жасында балабақшаға беріп, тәрбиесіне көңіл бөле алмадық. Пәтерден пәтерге, қалдан қалаға көшіп жүрген шақ еді. Сондықтан үлкен баламызды интернатқа бердік. Сонда жатып оқыды. Ортасы бұзды ма, әлде тәйт дейтін ата-анадан үнемі бөлек болған соң ба, қолы сұғанақтау боп өсті. Кейін жұмысымыз тұрақталып, 2-ші баламды дүниеге алып келдім. 1 бөлмелі пәтер сатып алдық. Тұңғышымызды үй маңындағы мектепке ауыстырмақ болып едік, ол сыныптастарын қимады. Апта сайын демалыста үйге кеп, солай жүріп мектепті бітірді. Ол студент атанғанда менің аяғым 4-ші балаға жүкті еді. Күйеуім әскери бағдарламамен ипотекаға 2 бөлмелі пәтер алды. 1 бөлмелі пәтерімізді студент қыздарға жалға бердік. Бірақ әйтеуір пәтершілеріміз жиі ауысты. Студент қыздар бір-бірімен ұрысып жан-жаққа кетіп еді. Бір барғанымда 1 қыздың алтын сырғасы жоғалып, 3 қыз ұрысып жатқан болатын. Арасында біреуі алған ғой, содан олар бөлек кетті деп ойладым. Кейінгі пәтершілеріміз ол балалар еді. 1 айдан соң кілтті қабылдап алған жігіт хабарласты. Әпке, пәтерақыға деп ауылдан әкелген ақшамыз жоғалып, не істерімізді білмей отырмыз. Ешкім мойындамайды. Сізге беретін ақшамыз жоқ. Келесі айда қосып береміз деді. Мейлі деп келіскенмін, бірақ олар да өзара жанжалдасып, 2 бала пәтерден кетіп қалыпты. Жалғыз қалған жігіт, әпке, мен тек 1 адайдікін төлеймін. Анау 2 жігіттен пәтерақыны өзіңіз өндіріп алыңыз деді. Не керек, келесі айда ол жігітті де таппай қалдым. Жеке куәліктерінің көшірмесін алмағанмын, қай университетте оқитындарында сұрамағанмын ғой. Жүздері жылы болған соң, оның үстіне ауылдан шыққан балалар қолық сұмдыққа бармайды деп ойлайғамын. Адам қателіктерінен сабақ алады ғой. Енді тек жас отбасына алам деп шештім. Сондай-ақ жеке куәлік көшірмесін талап ететін болдым. 3-ші пәтершілерім отбасылы, жұмыс дейтін ерлі зайыпты. Bir күні пәтершім тез жетіңіз деді. Өкпемді қолыма алып жетіп бардым. Учаскелік полициямен қарсы алды. Полиция бөлімшеге жүріңіз. Саусақ іздерін аламыз дегенде жүрегім ақтақтады. Сұрақты жаудырып жатырмын. Полиция пәтерден қомақты ақша жоғалған. Пәтершілеріңіз сізден күдіктеніп отыр. Көршілеріңіздің айтуынша, бұрынғы пәтершілеріңіздің де ақшасы, алтын бұйымдары жоғалған. Үстіңізден арыз жазылған соң, процедуралық жұмыс жүргізуге міндеттіміз деді. Менде кілт бар, бірақ мен пәтершілерім үйде жоқ кезде, ол пәтерге бармаймын деп ақталып жатырмын. Ал пәтерші үй аламыз деп жинап жүрген бүкіл ақшамыз еді. Қайтарып берсеңіз, арызымды алам дейді. Ақ қарасын полиция анықтар дедім. 2 күннен соң үлкен ұлымды бөлімшеге шақыртты. Көршілердің бірі оның пәтерден шығып бара жатқанын көріпті. Мүмкін емес, кілт екеу ғана, бірі пәтершілеуде, бірі менде. Не керек, ұлымның саусақ іздері пәтершінің сөмкесінен табылып, ісу шықты. Бауы үзілген ескі сөмкесіне табыстарын жинап, оны киімдер салынған үлкен чемоданға салып қойған екен. Ұлым айыбын мойындады. Әбүйір болғанда ақшаның аз бөлігін ғана жұмсаған екен. Қайтарып берді. Ерлі зайыптының полицияның аяғына жығылып, кешірім сұрап, қосымша ақша беріп істі сотқа жеткізбедік. Ол кез қазіргідей смартфондарда онлайн депозит жоқ, банктегі депозитке ақша жинауды білмейтіндер көп уақыт. Кейін пәтерші қыздардың алтындары мен студент жігіттердің ақшасында ұлым ұрлағанын білдім. Бірақ ұлым мойындамады. Содан бері 15-17 жыл уақыт өтті. Үлкен ұлым 40-тан асса да сол бір жаман әдетін қоя алмай жүр. Үйге келсе, келіндердің алтындарын ұрлап кетпесін деп, өз баламды өзім аңдып отырам.
Үйдің үлкені болғанымен інілерінен кейін отбасы құрды. Қолда келін болғандықтан беташардан соң бөлек шығарып жібердік. Келінім алғашқы айларда 1-2 рет алтын сырғасын, алқасын жоғалтып, үйге бөтен адам келгенде сақ болу керек екен дегенде оңашада ұлыма ұрысқанмын. Ал өткен айда келінім жылап үйге келді. Үй аламыз деп депозитке жинап жүрген ақшасын балам жұмсап жіберіпті. Апа, бойдақ кезімнен жалақымның бір бөлігін ешкімге айтпай жинап жүредім. Сенесіз бе, 8 миллион теңгем бар еді. Көңілденіп отырғанда күйеуіме айтып қойдым. Балаңыз естіп алып күнде сол ақшаны сұрап тыныштық бермеді. Көлік алып Яндекс таксиге жұмысқа тұрам. Күні-түні тынбай такси болсам, күн сайын 50-60 мың тауып отырам. Есептесей, ай сайын 5-2 миллион теңге талам деген соң сеніп, банктен шешіп алып беріп едім. 4 ай өтті, көлікте ақшада жоқ деп жылады. Жұрттан ұлымның құмар ойын ойнайтынын естігем. Бірақ сенбеп едім. Рас болғаны ғой. Ұлыммен жеке сөйлестім. Ұрыстым. Кеше келінімнің төркініне кетіп қалғанын естідім. Қоңырау шалып едім, тұтқаны көтермеді. Артынша WhatsApp-ыма ажырасам, ұлыңыз адам болмайды. Ақшамды қайтармаса сотқа арызданам деп сымсхат жазып жіберіпті. Қамықтым, күрсіндім, келінімнің көңілін қалай жібітерімді білмей отырмын. Көнбесе, несие алсам да ақшасын тауып берем ау. Бірақ ұлым өзін-өзі түземесе тағы да бір күні осындай әдетінен түрмеге қамалып кетеме деп уайымдаймын. Бұл баламды қалай түзеймін? Ақыл айтыңыздаршы.